Сәлеметсіздер ме? Мен Ильясбай Олым, Ақсай қаласы номері 7-ші жалпы орта білім беретін мектебінің 10-шы А сынып оқушысы. Оның жұмысының тақырыбы Мағжан Жұмабаевтың Сүйем өлеңіндегі ақындық болмыс. Жетекшім қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Тұрсынғали Любовь Құттығұлқызы. Зерттеу жұмысының өзектілігі Сүйем өлеңдегі отансүйгіш рухты насихаттау, бүгінгі күнмен үндестігін дәлелдеу. Жобамның мақсаты Мағжан өлеңінің идеясын ашу арқылы ақын бейнесіне талдау, лириканы көркемдік тұрғыдан талдау арқылы ақындық болмысын таныту. Жобамның міндеттері қазақ әдебиетінің ірі өкілі Мағжан Жұмабаевтың Сүйем өлеңінің өзектілігін танып білу, Сүйем өлеңдегі ақын болмысты айқындау, өлеңнің тілдік ерекшеліктерін саралау. Жобамнан күтілетін нәтиже ақын туындысының идеясын аша отырып өзіндік пікір қалыптасады, лириканың мағынасын терең түсінуге көз жеткізеді. Нәтиженің іс тәжірибеде қолдану аясы ақын шығармашылығын талдау арқылы күнделікті өмірде орынды қолдана білу. Сол арқылы өз бойымызға патриоттық, азаматтық, еңбекқорлық қасиеттерді қалыптастыру. Мағжан Жұмабаев қазақ поэзиясы әлемдегі қайталанбас жарық жұлдыз. Сәбит Мұқанов атамыз айтқандай, ақындық жағынан келгенде Мағжан әрине қазақтың талантты ақындарының бірі. Абайдан кейін тіл өнегесінде Мағжаннан асқан ақын қазақта жоқ деп бүгінгі жобамды сіздерге ұсынбақпын. Мағжан Жұмабаев жай ғана ақын емес, ұлт болашағы үшін күрескен алаш қайраткері. Мағжан өлеңдерінің басты тақырыбы ел мен жер тағдыры. Осы екі ұғымды салыстыра отырып жырлайды. Оған дәлел болатын өлеңдері көп, соның ішінде Сүйем өлеңі. Сүйем өлеңі қазақ поэзиясының қазынасы. Мағжан Жұмабаев Сүйем атты өлеңін қартайған анасына, қарапайым жарына деген сезімін суреттеуден бастайды. Ана да жар да туған жерде әркімге қымбат, ешқандай теңеуге келмейді. Ақынның Сүйем өлеңі арқылы ақын табиғатының болмысына зер салсақ. Күлде күңгірт шашы бар, 95 терасы бар, көз дегенің сұп-сұр көр, таспиқ санат бүгіліп, жерге қарап үңіліп, көрші ауыр күрсінер, менің бір қат анам бар, не екенін білмеймін, сол анамды сүйемін. Өлең жолдарында ананың сыртқы бейнесі, тұлғасы бейнеленген. Күлде күңгірт теңеу мен эпитеттің қосарлана қолданылса, көз дегенің сұп-сұр көр, эпитет пен метафорының қосарлана қолданылуы арқылы суреттелген. Әрине әңгіме бұл жерде көр туралы емес, қарт ананың бұлыңғыр тартқан, көруі нашарланған, жас аққан көзін бейнелі қалыппен жеткізуді мақсат тұтқан. Таспиқ санат бүгіліп, жерге қарап үңіліп деген өлең жолдарында да қарт ананың сыртқы бейнесі ашылған. Өлеңде ақынның туған жерге, елге сүйіспеншілігі суреттеледі. Алайда жабырқау, алаңдау, тіпті іштей күйзеліс сезімі бар. Осы жайлар ақынның көркемдегі құралдарды іріктеп қолдануына әсерін тигізген. Бірінші жұмақтағы қарт ананың бейнесімен сабақтастық кейінгі жұмақтарда да көрінеді. Жар бейне өлеңде ақынның туған жерге, елге сүйіспеншілігі суреттеледі. Алайда жабырқау, алаңдау, тіпті іштей күйзеліс сезімі бар. Осы жайлар ақынның көркемдегі құралдарды іріктеп қолдануына әсерін тигізген. Бірінші жұмақтағы қарт ананың бейнесімен сабақтастық кейінгі жұмақтарда да байқалады. Жар бейнесін ақын жабайы ғана жарым бар деп айқындай түседі. Осы бейнеге қатысты образдар бір бағытта берілген. Көзінде нұр жоқ, аузында жұмақ жыры жоқ, құшағы жалынсыз, усыз, білгені қазан ошақ болып келеді. Мұндай қолданыстар 3-4 жұмақтардан байқалады. Мағжан романтик, күшті сезімнің асқан қиялдың ақыны. Сүйем өлеңінде романтикалық сипат бар. Ол халық басындағы қиындықты үдете дамыта жырлайды. Жабайы ғана жарым бар, ұйқы басқан қабағын, бастыра киген тымағын. Мұның барлығы романтик ақынның көңіл күйімен байланысты. Елдің жалпы күйзелістен таныған ақын образын іріктеуге болады. Сүйем өлеңіндегі қыз ақ кебін, жас сары деп келетін өлең жолынан өмірден түңілу көрінбейді. Әрине әлде бір жабырқаушылық сезімі бар анық. Қысты ақ кебін, жазды сары метафорасымен бейнелейді. Ақ кебін адамның ақырғы сапарға аттанардағы киімі, сары уайым белгісі. Лирика жан сөзі, онда сезім жырланады. Сүйем өлеңінде осы сипат байқалады. Ақынның еліне, туған жеріне, қарапайым адамына деген сүйіспеншілік көрінеді. Өлеңдегі қайталаулар: неге екенін білмеймін, сол анамды сүйемін. Неге екенін білмеймін, сол жарымды сүйемін. Неге екенін білмеймін, сол елімді сүйемін. Неге екенін білмеймін, сол арқамды сүйемін. Ақын қайталауды оқырманның назарын аудару үшін қолданған. Сол сияқты тармақ соңындағы шашы бар, жасы бар, нұры жоқ, жыры жоқ, суы жоқ, шуы жоқ қайталаулары ұшырасады.
Бұл қайталаудың эпифора түріне жатады. Бұл өлеңнің әуездігін айқындап тұр. Әуезхан Қодар 1989 жылдан бастап Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерін аударумен айналысқан. Зерттеу бөлімі бойынша сауалнама жүргізген болатынмын, сауалнама сұрақтары. Ал бұл назарларыңызға оқушылардың берген жауаптары. Назарларыңызда газет тақтасы бойынша жүргізілген оқушылардың жауаптары. Сауалнама сұрағы бойынша Лариса Бауыржанқызынан сұхбат алған болатынмын. Бейнероликке назар аударсаңыздар. Сәлеметсіз бе, Лариса Бауыржанқызы? Мағжан ақынға қандай баға берер едіңіз? Сәлеметсің ба, аяулым. Мағжан ақынға енді менің бағамнан көре ұлы тұлғалардың беріп кеткен бағасынан артық баға жоқ шығар. Академик Зейнолла Қабдолов ағамыздың өзі абайдан кейінгі ірі дана, қазақтың алыптарының бірегейінің ішіндегі ең бірі Мағжан Жұмабаев деп баға берген екен. Сонымен қатар енді Мағжандай ұлы бар қазақ халқының жалпы тілі неге өледі деген сұрақты да қойған екен. Мағжандай ақынымыз бар жерде қазақ ұлты да, қазақ тілі де ол мәңгі жазайтындығы айдан анық нәрсе. Мағжан бұл қазақта баға жетпес ірі тұлға. Рахмет. Қорытындылай келем, жырымменен жаным жұбатам, жырымменен жұртымды оятам, несіне жас төгейін, өлең менің шолпаным, айым, күнім. Міне Мағжанның барлық өмірі поэзиясында. Өлеңдері романтикалық астақ сезіммен өрілген. Орта келгенде біздің бүгінгі таңда заманымыздың басты талаптарына айналып отырған ұрпақ тәрбиелеу ісінде Мағжан өлеңдерін пайдаланудың маңызы ерекше. Осыны негізге ала отырып, Мағжан Жұмабаев шығармаларын насихаттау үшін төмендегідей ұсыныс енгіземін. Мағжан Жұмабаевтың «Одан туған жер» ел тақырыбындағы шығармалары мектеп бағдарламасына көптеп енгізілсе, Мағжантану факультативтік сабағы жүргізілсе, Мағжан шығармаларын қазіргі заман талабына сай электронды кітаптарға енгізіп, әлеуметтік желілер Мағжанның жеке парағын ашқан болатынын Мағжан Жұмабаев 1893 осыған тіркелсеңіздер.